Ассалаумағалейкум, құрмет достар, баршаңызға кеш жарық. Бүгін 29 маусым 2021 жыл. Жайық жағасы 3-4 күннен бері осы малға шықпап едім. Бүгін осы малға шығайыншы деп, қарап кетейінші деп, мына суат жағына қарай келіп қарағам. Соны суаттың анау басынан бері қарай қарағанда мына бір шағын аралсымаққа келіп шөп жеп жатыр екен. Атаманның үйірі. Мынау жерлердің барлығы күні кеше су келген жайықтың табаны. Жоғар жақтан ағып келген мынау ағаштар бәрі осы жерде іріп-шіріп қалады. Жыл сайын қаншама ағаш келіп жатыр, қаншамасы ағып кетіп жатыр. Малға шыққам, машинаны анау қабақ басына қарай тастадым да содан бері қарай жаяулатып келіп. Пока жаман емес, құрттаудан жұрттаудан аман. Аяқ қолдар сау, ешқайсысы ақсаңдап отырған жоқ. Бәрі жайылып жатыр екен. Кішкене жайықтың табаны болғасын әлі де қатты қорғай қоймаған болар. Шөп бар екен жейтін. Көп мал осы. Сиыры бар, анау жабайы жүретін қой ешкілері бар, барлығы осы аралға өтіп кетеді де осы жақтан жайылады. Осы жерлерге. Мынау біздің Ақжайық ағайын. Менің құрметті Атакәсіп Қазақ каналының оқырмандары, жазылушылары. Біздің тіршілік көзіміз осы Ақжайық. Өткенде бір видеода айтқам, мынау аралдар бұрын соңды болмаған еді. Осы соңғы 10 жылдың, 15 жылдың төңірегінде жайықтың қақ ортасынан осындай аралдар пайда болып, Ақжайығымыз кішкене тартылыңқырап бара жатыр, бірақ дегенмен шүкір. Осы жерлердің барлығы кезінде су көтерілгенде көктемнің уақытында түгел жайықтың астында қалады. Күйлер жаман емес. Болады енді жайлап жүр. 3-4 күннен бері кешеде осы төңірекке қарай келіп машинамен баламды жайыққа шомылдыруға алып келгем. Екеуміз төңіректе осы маңда қарап кеттік, бірақ көзге түспеп еді. Соны жаңа арнайы ниеттеніп бүгін мал қарау керек деп көш жаққа қарай көлігіммен шығып едім. Сосын соға кетейінші деп осы жаққа қарай анау жаққа су атпасына келгем. Осы жерден көріне қалғасын бері қарай мынау жыңғылдардың барлығын айналып, машинаны анау жаққа қалдырып, бері қарай жаяулатып келіп қалдым. Мынау тайымның көзі әлі де кішкене қызарып сіңкіреп тұр. Білмеймін енді не істейтінімді. Жайлап кетсе кетер деп ойлаймын. Бұлай жақсы, жаман емес. Арттарының барлығы тыныш. Мал құрттау көп, жылқы құрттау көп соның ішінде. Әйтеуір ауыл басындағы, ауыл маңындағы ауылдардың азаматтарымен бір телефонмен сөйлесе қалсақ, мал құрттау көп деп әйтеуір зар еңіреп отыр. Әзірге тыныш. Жайылып жүр. Пока енді жүреді ғой. Джоли. Қарағым ножының атын Джоли деп қойдым ағайын. Көрші ауданнан келген құнажын. Құдай қалап енді бұйыл. Өткенде әкелгенде әне бір қатты жақсы болған жоқ. Бірақ қазір күйі жақсы. Енді бір кейде видеоның комментарийына бір қазақ бауырларымыз жазып жатады. Малының күйі шамалы екен деп. Білмеймін енді күйі шамалы осы болса, семірген күйі қандай болатын. Әр жерде енді жер әртүрлі ғой. Біздің жаққа жақсы, әзірге ауыл маңында осылай жүрсе. Машинка. Бүгін күнде жақсы болып тұр. Күндіз ысыған,
бірақ кешкілік кішкене бұлт келіп күннің көзін басып жақсы болып кетті. Атаман, ке. Атаман. Молодец, атаман. Атаман хороший, атаман. Ай, молодец. Красавчик, атаман. Эй, жануар. Видеоға түсіргенде әне бір қатты ұната бермейтінбіз. Атаман деген айғырым осы ағайын. Торы айғыр енді өмірде жылқы малын көрмеген мен үшін бұл бір жақсы жағдай болды. Өткенде көктемде әкеліп салғаннан кейін жаман емес. Өзінің қасында жүрген байталдарды қызғанып, басқа айғырлармен төбелесіп үйірін. Әзірге айналада саяқтар бар, дегенмен солардың бірде-біреуін үйірінің қасына жақындатпай ұстап жүр. Биылдан кетсе, Құдай қалап келесі жылы кетеді ғой. Ертең күзде витаминдерін егіп жіберуім керек, Құдай қаласа. Кішкене күш қуат берсе, оңалуына жақсы болса. Қазір енді жылқының күндіз көлеңкелеп шыбындап тұратын уақыты кешкілік жайылады. Күн ыстық. Күзге қарай күн жаққа жайылып кішкене тойына жейді ғой деп ойлаймын. Осындай жағдай, құрметті достар, бір жұмадан бері бір 6 күн ба 7 күн ба болды видео салмап едім. Енді мүмкін біреулеріңізге қызық емес шығар. Енді айналдырып келіп бір үйірін көрсетіп сала береді. Не бір ауыз толтырып айтатын әңгімесі жоқ, не бір тәжірибесі жоқ деп. Тәжірибе енді жайлап осыдан жиналады деп ойлаймын. Сіздерде кемшіліктер болса, артықшылықтар болса, барлығын айтып, пікір қалдырып, каналға жазылып айта отырыңыздар. Бұл канал Ата Кәсіп қазақ каналы. Осылай тәжірибе бөлісу үшін, жылқы шаруашылығында тәжірибесі бар және де жаңадан бастап жатырған бауырлар үшін арнайы тәжірибе бөлісу ретінде, хобби ретінде ашылған болатын. Пікірлеріңіз болса қалдырып, каналға тіркеліп, каналдың сілтемесімен бөлісіп, басқа группаларға, Фейсбукке, болмаса WhatsAppқа баршаңызға разы боламын. Құдай тағала мал жанымызға береке берсін, ризық несібемізді арттырсын. Бағар көбейсін деген тілек айтам, құрметті достар. Арнаға тіркеліп, пікір қалдырып, лайк баса кетіңіздер. Келесі кездескенше баршаңызға. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух.